Қайырлы күн баршаңызға. Дәмі өте керемет болатын және мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін қызылшадан 3 түрлі салат дайындаймыз. Ең алдымен осы жүрек тәрізді әдемі селедкадан жасалған салат дайындаймыз. Ыдысымызға 1 ас қасық желатин қосамыз. Желатин менде халал. Оған 3 ас қасық суық сүт қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, бұқтырып қоямыз. Оған дейін піскен бір үлкен қызылшамызды бөліктерге бөліп, кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Жүз грамм творожный сыр қосамыз. Жақсылап блендердан өткізіп аламыз. Блендерден өткізген соң, тазаланған жарты селедкамызды ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезекте бізге осындай қара нан қажет болады. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай жүрек тәрізді формочка пайдаланам. Соның размерінде қара нанды ойып кесіп алам. Сіздер дөңгелек немесе басқа 4 бұрышты силиконовый формочкалар пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде силиконовый болған дұрыс. Дайын болған қызылшамызға сәл тұз қосамыз. Және кішкене қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Желатинімізді микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осындай венчик пайдалансаңыздар өте ыңғайлы. Жақсылап араластырып алған соң, осы силиконовый формочкамызға толтырмай саламыз. Үстінен сақталып тұралған селедкамызды саламыз. Және де осылай кішкене басып кіргіземіз. Үстінен кесіп алған нанымызды қойып, және де сәл басамыз. Қалғандарын да тура осылай толтырып дайындап аламыз. Дайын болған соң, бетін жауып, мұздатқышқа 2 сағатқа қойып аламыз. Мұздатқыштан шығарып, осылай жан-жақтарын бірінші ашып, ішіндегі селедка подшубайымызды шығарып аламыз. Өте оңай ашылады. Келесінде көрсетейін. Бірінші міндетті түрде жан-жақтарын осылай ашып аламыз. Сонда оңай және тез формасын құртпай шығады. Кондитерлік қалташаға сәл майонез сығып, осылай бетін әдемілесеңіздер де болады. Ортасын бөліп көрсетейін. Шынымен де мерекелік дастарханда өте әдемі көрінеді. Бөлме температурасында да өзінің қалпын жақсы ұстайды. Осыны дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі де сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бір қарағанда дайындау өте қиын сияқты көрінеді, бірақ шын мәнісінде өте оңай және тез дайындалады. Қызылшадан дайындалатын бұл салатымыз дәмі енді өте дәмді керемет болып шығады. Ол үшін ең алдымен бір сәбіз, бір қызылшамызды пісіріп, ұсақ күштен өткізіп аламыз. Және 150 грамм сырымызды да ұсақ күштен өткізіп аламыз. Оған петрушка мен 2 тіс сарымсақты ұсақтап турап қосамыз. Бәріне 1 ас қасықта майонез қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз.
бәрін жақсылап араластырып алдық. Осындай формада жинайтын боламыз. Ең алдымен сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді бір тегіс қылып осылай жаймалаймыз. Келесісі сырымызды, яғни ірімшігімізді де салып, бір тегіс қылып жаямыз. Ең соңғысы қызылшамызды салып, бұны да бір тегістеп жайып алатын боламыз. Өте тез дайындалатын өте дәмді салат. Бәрін салып алған соң осылай формамызды шығарып аламыз. Бетін осындай петрушкамен әсемдесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Өте дәмді, өте әдемі салат міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Қызылшадан гүл тәрізді өте әдемі дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен табамызды қыздырып, бір уыс грек жаңғағымызды салып, қуырып аламыз. Сол кезде грек жаңғағының әдемі дәмі шығады, сәл майы шығады, дәмді болады. Осылай қуырып алған соң салафанға салып, оқтаумен ұрып, сақтап аламыз. Осылай сақтап аламыз. Енді бізге піскен қызылша қажет болады. 2 орташа және 2 сәл кішірек болу керек. Осындай ірі үкіштен үлкендеу қызылшамызды өткізіп аламыз. Және бір уыс кепкен жүзім қосамыз. Және ұсақталған грек жаңғақтан кішкенесін саламыз. 2 ас қасық майонез қосамыз. Қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді бетін әсемдегенге 2 кішірек қызылшамызды ортасынан бөліп, осылай жарты ай сияқты кесіп аламыз. Бәрін кесіп алдық. Енді ыдысымызға салатымызды саламыз. Бәрін жақсылап салып алған соң, осылай қызылшамен үстін гүл сияқты тізіп шығамыз. Сәл кіргіземіз. Кірмей жатқан жеріне осындай лопатканың көмегімен сәл ашып кіргіземіз. Шет-шеттерін петрушкамен осылай әсемдесеңіздер болады. Салатымыз дайын болды. Дастарханда өте әдемі болып көрінеді. Осылай қалдырсаңыздар болады. Болмаса бетіне ұсақталған грек жаңғағынан сеуіп шықсаңыздар болады. Өте әдемі, пайдалы салат. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Дәмі енді өте керемет болып шықты.